Біз Sony брендін қазіргі өмірде кез келген жерде кездестіреміз. Бұл трансұлттық корпорация туралы бұрын-соңды естімеген адамды табу қиын. Электроника саласы бүгін біз Sony брендімен бүкіл әлемге танымал болған адам туралы сөйлесетін боламыз. Біздің мақаламыздың кейіпкері осы компанияның негізін қалаушы, жапон кәсіпкері Акио Морита. Бұл адам өкінішке орай өмірден озды. Жапон өнеркәсібінің дамуындағы тұтас бір дәуірді белгіледі. Ол тамаша менеджер ғана емес, сонымен қатар көрнекті физик, тумысынан дипломат, жазушы, Жапония экономикалық ұйымдар федерациясының вице-президенті, Жапония-ақш экономикалық байланыстар тобының мүшесі және т.б. болды. Өмір бойы Акио Морита британдық корольдік өнер қоғамының Альберт медалін алған жапондықтар тарихта бірінші болды. 1982 Құрмет легионының ұлттық орденімен марапатталды. 1984-1802 жылы Наполеон негізін қалаған беделді француз ұйымы мемлекет алдындағы ерекше еңбегі үшін бірінші дәрежелі қасиетті қазына орденін алды. 1991 патшайым Елизавета рыцарь атағын алған. 1992 Бірақ, бәлкім, Акио Морита үшін ең маңызды марапат оның қызметінің арқасында Жапонияда жасалған деген сөзді бүкіл әлемдегі тұтынушылар ең жоғары сапаның кепілі ретінде қабылдай бастады. Сонымен қатар, жапондық кәсіпкер күншығыс елі мен ақш нарықтарын біріктіре алды. Америкадағы қоғамдық пікірді зерттеудің негізгі орталығы, Харрис орталығы, сауалнаманың қызықты нәтижелерін шығарды. ақш тұрғындарының пікірінше, Sony General Electric және Coca-Cola сияқты компанияларды бір орыннан ығыстырып, сауда брендтері арасында көшбасшы болып табылады. Акио Морита сауалнама нәтижелеріне былай деп түсіндірді: мен ақырында Sony американдық брендке айналатынын білдім және бұған ол ақшқа алғаш келген кезде қол жеткізген адам болды. Осы елдің ауқымынан езіліп, күйзеліске ұшырады. Акионың айтуынша, ол жерде Sony өнімдерін сату мүмкін емес болып көрінген. Бұл дәл осы Акио Морита табысының құпиясы: өзіңізге үлкен мақсаттар қою, оларға қол жеткізу және әрқашан өзіңізге сену. Сонымен Sony корпорациясының негізін қалаушы Акио Моританың саяхат тарихы қайдан басталды? Акио Морита 1921 жылы 26 қаңтарда дүниеге келген. Нагоя қаласында. Ол 15 ұрпақтан бергі асыл әулеттің тұңғышы болды. Саке өндірісімен айналысады. Бұл тек отбасылық бизнес емес еді. Күрішті ашыту арқылы жасалатын дәстүрлі сусын сакенің тарихы өз алдына қызық. Саке өндірісі шамамен 2000 жыл бұрын басталады, және ол алғашында тек императорлық сарайда және синтоизм ғибадатханаларында жасалды. Сол уақыттан бері, бірақ саке тек сусын ретінде ғана емес, сонымен қатар жапон мәдениетінің символы ретінде де өзгеріссіз қалды. Морита отбасылық кәсіпорны мисо пастасы мен соя соусын өндіруге де жетті. Акионың балалық шағы тоқ және гүлденген отбасының қаржылық мүмкіндіктері оларға Байлар көшесі деп аталатын қаланың ең әдемі және беделді көшелерінің бірінде теннис корты бар үлкен үйде тұруға мүмкіндік берді. Моританың көршілері тойыда отбасы болды. Қалғандары бізге онша жақсы таныс емес, олар бірдей гүлденді. Акио өзінің артықшылықты жағдайын бала кезінен білген. Бірақ құқықтардан басқа, үлкен ұлдың лауазымы белгілі бір міндеттер жүктеді. Бұл отбасы үшін өндіріс ісін мұрагер ету керек болатын тұңғышы еді. Акионың әкесі, ешкім сияқты, отбасы алдындағы борышын түсінді. Университеттегі оқуын тастап, отбасылық кәсіпорынды сақтап қалуға тура келді. Акио барлық жазғы демалысын әкесінің кеңсесінде өткізді. Баланың балалық шағындағы бос уақыты бизнеспен және басқа бизнеспен айналысты. Ал егер өсіп келе жатқан Акио әкесімен өз міндеттері туралы дауласуға кіріссе, Морита аға өз ұрпағын өсірген дауларда да өз талаптарын қисынды және дәлелді түрде ұсынуы керек еді. Әрқашан Акиоға өзінің туғаннан бастық екенін еске түсіріп, егер ол басшылық болса, айналасындағылардың бәріне бұйрық бере алатынын ойлауды ескертті. Шешім қабылдап, басқалардан бірдеңе жасауды сұрамас бұрын, алдымен бұл мәселені өзіңіз жақсы түсінуіңіз керек деп оның отбасы оған осылай үйретті және кейіннен жапон дәстүрлеріне қарсы шығып, бас тартатын Морита болады деп кім ойлаған? Отбасылық бизнес. Акионың анасы үй шаруасындағы әйел болған, бірақ ұлының айтуы бойынша, жапондық ошақшы үшін ол жаңа нәрселерді қабылдай алатын өте сенімді әйел болған. 10 жасар бала қолөнермен айналысу үшін Акиоға үстелі мен үстелі бар бөлек бөлме берді. Сондай-ақ Акио басқалар сияқты татамиде көрпе астында ұйықтамау үшін отбасы мүшелері ол оған төсек сатып алды.
Мүмкін бұл әрекеттер кейбіреулерге елеусіз болып көрінуі мүмкін, бірақ жапондық отбасының консервативті негіздері үшін оларды дәстүрлердің өзгеруі деп атауға болады. Тіпті Марита оқыған орта мектепте тәртіп өте қатал болды. Қыс мезгілінде бөлмелерде радиаторлар мүлдем болмағанымен, мектеп оқушыларына сыныптарда қосымша киім киюге тыйым салынды. Мектепте оқып жүргенде бала физика мен математикаға қызығушылық танытты. Акионың нақты ғылымдар мен технологияға деген қызығушылығын әкесі керемет ақшаға сатып алған фонограф арттырды. Жаңа Виктор ойыншысы жапон көлігінің бағасының жартысына жуығы болды. Көлікті 1500 йенге сатып алуға болатын болса, фонографты 600 тұрады. Марита электроника туралы кітаптар мен журналдарды сатып ала бастады, және өзінің жаңа хоббиіне көп уақытын арнады. Сәтсіздік үшін мектептен қуылды. Алайда Акио электроникамен әрі қарай жұмыс істеу үшін оған маңызды білім қажет екенін түсінді. Ол орта мектептен кейін жаратылыстану ғылымдары бойынша 8-ші жоғары мектепке түсетінін мәлімдеді. Оның отбасы мен мұғалімдері оның шешіміне күмәнмен қарады. Жас жігіттің білімі мұндай емтихандарды тапсыруға жеткіліксіз болды. Бірақ Акио келесі жылы жақсы оқып, орта мектепке түсуге қол жеткізді. Одан кейін оның сүйікті мұғалімдерінің бірі профессор Хаттари оған университетті таңдауға көмектесті. Ол Акионың физикадағы жетістіктерін көріп, оны қолданбалы физика саласындағы көрнекті ғалым Осака университетінің профессоры Асадамен кездесуге жіберді. Асада мен Марита тез ортақ тіл тапты, сондықтан Акио Осакодағы университетті таңдады. Марита физика техникалық факультетіне түсіп, әкесінің көңілін қалдырды. Ол тұңғышы экономиканы таңдайды деп ойлады. Ол кезде Жапония соғыста болды. Профессор Асаданың зертханалары әскери теңіз күштері үшін ғылыми зерттеулер жүргізді. 3-ші курста Акио факультетінің барлық студенттері әскерге бағынды. 1944 жылы Акио дипломын алды, ал 1945 жылдың басында Йокосукадағы аэронавигациялық инженерия бөліміне тағайындалды. Профессор Асадтың қамқорлығының арқасында Марита теңіз инженері лауазымын алады. Пәнаралық ғалымдар тобының құрамында әскери инженер термиялық басы бар қару-жарақ пен түнгі көздеуіштерді жетілдірумен айналысты. Онда ол кейінірек Sony корпорациясының негізін қалаушы болған Масару Ибукамен де кездеседі. Хиросиманың бомбалануы туралы жаңалық Акионы түскі ас кезінде ұстады. ақш-тың өнеркәсіптік қуаты соқты. Дәл сол кезде Марита өзінің туған жеріне лайықты болашаққа ие болу үшін барлық ресурстар қажет екенін түсінді, және жаңа әлемнің қалыптасуында Акио Марита маңызды рөл атқаруға ынталы болды. Көп ұзамай Акио Масару Ибука басқаратын Japan Precision Instrument компаниясына жұмысқа шақырылады. Бірден екі жұп сандал кие алмайсың дейді олар Жапонияда, және Марита әкесінен оны отбасылық саке өндірісімен айналысудан босатуын сұрайды. Күтпеген жерден Марита аға өзінің консервативті нанымдарына қарсы шығып, ұлының жаңа әрекеттеріне жол беріп, оған Йокосукойға баруға мүмкіндік береді. Барлық қызметкерлер жұмыссыз қалды. Марита отбасының қаржылық әл-ауқаты шайқалды, олар жердің барлығын дерлік жалға берді, ал жер реформасының нәтижесінде олар жалпы мүлкінің көп бөлігін жоғалтты. Анасы қызметшісіз үй шаруашылығын жүргізуді үйренді, ал әкесі жүргізушімен көліктің орнына велосипедпен жүруді үйренді. Осыған қарамастан, отбасы үлкен ұлына жеке кәсіпкерлігін дамыту үшін шағын несие береді. Бұл тұңғыш әкесінің ісін мұрагер етуден бас тартқанына қарамастан, сонымен қатар жаңадан құрылған компанияның не істейтіні туралы өте анық емес түсінікке ие болды. Дегенмен Акионың жолы болды. Туыстар. Осылайша 25 жастағы Акио Марита, 38 жастағы Масару Ибукамен бірге 1946 жылы Tokyo Telecommunications Engineering Corporation деп аталатын Sony компаниясының негізін қалады, және Акио бизнес серіктестері ғана емес, сонымен бірге жақсы достар болады. Бұл іскерлік дуэтте екі физик бар қабілеттерін аша білді. Әріптестердің рөлдері бөлінді. Марита негізінен менеджментпен айналысты, ал Ибука технологиямен айналысты. Акио корпорацияның табысты болуына өзара түсіністік пен еркін пікірталас атмосферасы себеп болды деп есептеді. Масару Ибука кейіннен 3-тен кейін тым кеш бестселлер кітабын жазды. Ибуканың өзі кейіннен Жапонияда ерте жастағы балаларды дамыту саласындағы танымал сарапшы болды.
Ол осы саладағы ғылыми әзірлемелерге көп қаражат жұмсады. Оның негізінде ол осы кітапты жазды. Бірақ әзірлеушілер түбегейлі жаңа нәрсе жасауға кірісті: магнитті жазу пленкасы. Содан кейін, бір жылдан кейін, Жапонияда бірінші магнитофон сатылды. Келесі қадам транзисторға патент сатып алу болды. Және осы келісім үшін Марита Нью-Йоркке барды. Акио жапондық және американдық әкеле бастады. ақш нарығы өнімдерді сату жағынан өте тартымды болғандықтан, Марита компанияның атын өзгерту арқылы Tokyo Telecommunications Engineering Corporation болды. Британдық корольдік өнер қоғамы оның бастамасымен оның ағылшын тілін дамытудағы рөлін атап өтіп, Sony және Walkman жаңа сөздер үшін медаль береді. Walkman Sony компаниясының алғашқы портативті кассеталық аудио ойнатқышына берілген атау болды. Ол қалтаңызға сыйды және құлаққаптармен толықтырылды. Басқаларды мазаламай, сүйікті музыкаңызды тыңдауға мүмкіндік берді. Технологияның бұл кереметін ойлап тапқан Акио Марита болмаса да, сату бөлімінің пессимистік болжамдарына және маркетингтік зерттеулердің жоқтығына қарамастан, олар табысқа жету үшін аз жүретін жолдармен жүреді. Аудио ойнатқышты әзірлеуді талап еткен ол. Sony корпорациясының негізін қалаушы 100 бұл кредоды өмірге әкелді. Акио Марита негізінен керемет жаңашыл болды. Ол өз кәсіпорнын басқарған кезде сан ғасырлық дәстүрді бұзған. Қызметкерлерді жалдаған кезде, Марита басқа жапондық менеджерлер сияқты олардың университеттегі көрсеткіштеріне немесе байланыстарына емес, бәсекелестік сұхбат нәтижелеріне сүйенді. Марита кейінірек өз ұстанымын сипаттайды. Мектептің мағынасыз жетістіктері кітабында менеджмент ойласа, компания ештеңеге қол жеткізе алмайды деп Марита жапондық кәсіпкердің персоналды басқаруға деген көзқарасы ерекше назар аударуға тұрарлық екеніне сенімді. Ол әрқашан компанияны басқарудағы ең маңыздысы қателік үшін біреуді кінәлау емес, қателік неден туындағанын тез анықтап, оны түзету екенін ұстанды. Сонымен бірге, Акио өз менеджерлеріне қателік жасаудан қорықпауға үйретті. Сонымен қатар бір қателіктерді 2 рет қайталамауға үйретті. Акио Марита өз жұмысына шынымен ғашық болды, және басқалардан да сол құмарлықты талап етті. Кәсіпорын ортақ істің игілігі үшін еңбек етіп, бақытты болды. Өйткені жапон менеджер үшін компания пассивті нысан емес, мұқият күтімді қажет ететін тірі организм. Марита компаниядағылардың барлығын білгісі келді, өйткені қызметкерлермен дұрыс қарым-қатынас және корпорациядағы отбасылық сезім өркендеудің кілті болып табылады. Марита Sonyде жұмысқа орналасуды жоспарлап отырған орта мектеп оқушыларының алдында сөйлеген сөзінде, өмір 2 рет өмір сүруге арналмағандықтан, ол 30 жылдан кейін біздің компаниядан кеткенде, сіз осы жылдарды өткізгеніңізге өкінетін боласыз деп атап өтті. Мұнда, ал біз сізді жұмысқа алғанымызбен, біз, әкімшілік. Біз басқа адамдарды бақытты ете алмаймыз. Сіз бақытты өзіңіз жасауыңыз керек. Компанияның табысында жұмысшылардың өмір бойы жұмыс істеуі маңызды рөл атқарды. Бұл Акио Марита жақсы нәрсе деп санайды. Жапонияда өмір бойына жұмысқа алынған менеджерлер компанияның 5 немесе 15 жылдан кейін шығаратын өнімдеріне қамқорлық жасауға ынталандырылды. Осы орайда жапондықтардың менталитеті мені қатты таң қалдырады. Компания иелері де, қызметкерлер де өздері. Қызметкерді өмір бойы жалдайсыз ба? Егер ол жақсы жұмыс істемесе ше? Әлде керісінше, бір кәсіпорында өмір бойы жұмысқа тұра ма? Егер менде мансаптық өсу болмаса, немесе басқа да қызықты ұсыныстар пайда болса ше? Сізге өмір бойы жұмыс ұсынылса, сізде де осындай ойлар болатынына сенімдімін. Маған бұл сұрақтың жауабын табу қиын болар еді, бірақ жапондықтар тапты ма? Бұл мен қызығушылықпен білгім келетін шығыс менталитетінің құпиясы. Осы уақытта Акионың бизнесі қарқын алуда. Sony өнімінің жартысынан көбі шетелге кетеді. Maruta Sony Corporation of America компаниясын құруға шешім қабылдады, және көп ұзамай оның Нью-Йорк пен Токио арасында шексіз рейстері басталады. Нью-Йорктегі жаңа көрме залы үшін жапондық кәсіпкерге ең құрметті және қымбат көшелердің бірі 5-ші авеню ұнады. Манхэттенде Tiffany, Prada, Hugo Boss және Maruta көрме залын ашу үшін әйелі Yoshiko Kameiді ақшқа әкелді. Сол жерде ол бүкіл отбасын Нью-Йоркке көшіруді жоспарлап отырғанын хабарлады. Әйелі не істей алады? Әрине, келісіңіз, өйткені Акионың айтуынша, оның әйелі оны өте жақсы білетін және қатты таң қалмаған әйелімен 3 баласын, ұлдары Хидео, Масао және қызы Наоко, алып кету өте қауіпті қадам болды. Акионың өзі де шетелдік болған бөтен елде тілді мүлде біледі.
Тек 8 жасар Масао бұл қадамды қарапайым тапсырма деп санады. Бала Америкада барлығы жапон тілінде сөйлейді деп ойлады. Өйткені батыстық мультфильмдер мен фильмдер дубляж жасалды, ал олардың басты кейіпкерлері жапон тілінде еркін сөйледі. Жапонияда жасалған атты естеліктер кітабында Марита өзі де, балаларда қаншалықты көп үйрену керек екенін түсіндіреді. Ол жер бетіндегі жапондардың азшылықта екенін, және олардың әйелі Акиоттың тұлғасында керісінше емес, әлемге бейімделу керек екенін түсінді. Марита лайықты серіктесті кездестірді. Ол бейімделіп қана қоймай, күйеуіне іскерлік қарым-қатынастарды нығайтуға көмектесе бастады. Кейіпкеріміздің тағы бір жақсы қасиеті шүкіршілік ете білу. Әріптестерінің де, туған-туыстарының да сіңірген еңбегін үнемі атап өтті. Ол әйелі туралы былай деді: ақштағы өмір Жапониядағы өмірден көп жағынан ерекшеленді, бірақ мен оның табысқа жететінін білдім. Ол жаңа адамдарға бейімделу үшін ерекше дарынға ие және қабілеті бар. Бейресми дипломатия үшін бұл Йошиконың ешқашан басқа елдерге көп қызығушылық танытпағаны және Маританың американдық жолдағы бизнестің ерекшеліктерін түсінуге тырысқаны одан да лайықты. Бұл ішкі көрініс Акиоға шығыс пен батыстың тәжірибесін біріктіруге және орта жолды табуға көмектесті. Ол жапон бизнесіне не жетіспейтінін анықтады. Ашықтық, тату және дипломатиялық жапондар тез арада батыстық іскер топтардың бір бөлігіне айналды. 1990 жылы Sony корпорациясының негізін қалаушы Fortune журналының нұсқасы бойынша жылдың ең сүйкімді 25 адамы тізіміне енді. 1962 Sony корпорациясы бірінші сұйық кристалды теледидарды шығарды, ал 1964 жылы ол видеомагнитофонмен нарыққа шықты. 1964 жылы Марита қайтып оралды. Жапония әкесінің қайтыс болуына байланысты 1971 жылы Акио Марита 1976 жылы директорлар кеңесінің төрағасы болды. 1982 жылы оның орнына президент болып Норио Ога келді. 1990 жылдардың басында Акио Марита, кейін Токио губернаторы болған жазушы және саясаткер Синтара Ишихарамен бірлесіп жазған жоқ деп айтылатын Жапония кітабын шығарды. Онда ол Жапония мен Америкадағы бизнес әдістерін салыстырады. Бұл тынымсыз кәсіпкер, инженер және менеджер ғана емес, сонымен қатар спортшы болды. Белсенді адам болғандықтан Марита жұмысын спортқа деген сүйіспеншілігімен ұштастырды. Ал қартайған шағында гольф ойнады. 60-қа келгенде алғаш рет шаңғы тебуді бастады. Теннис пен су шаңғысын жақсы көреді. Жаттығу оның қабілеттеріне сенімділік берді, және Марита бұл сезімді сақтауды өте маңызды мәселе деп санады. Сонымен қатар, Марита корпоративтік істермен және спортпен шектеліп қалмады. Сонымен қатар ол сурет пен музыкаға, әсіресе Бетховенге қызығушылық танытты және оны жақсы көрді. Оның керемет музыканттарының арқасында Еуропаға бару. 1994 жылдың қарашасында Марита теннис ойнау кезінде миына қан құйылып, Sony компаниясының басшысы қызметінен кетті. 1999 жылы 3 қазанда Акио Марита 78 жасында пневмониядан қайтыс болды. Оның өмірден өтуімен әлем өз кәсіпорнында үлкен үлес қосқан көрнекті және ерекше адамнан айырылды. Және бүкіл елде оның өмірлік жұмысы жалғасуда. Оның күш-жігерінің арқасында әлемнің қалған бөлігі Жапонияда жасалған деген жазу тауарлардың сапасы мен олардың сенімділігін білдіретінін түсінеді.